Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгінгі менің YouTube каналыма жаңадан видео салмақшымын, және ол ғашықтар күніне арналған біздің сметанигіміз болады. Видеоны соңына дейін қарап, рецепті өздеріңізге жазып алсаңыздар болады. Барлығы өте қолжетімді заттардан тұрады. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін илетілген ұнымызға ерітілген сары майымызды саламыз, немесе маргарин қолдансаңыздар болады. Кейін өлшеніп алған шекерімізді құямыз. Бір дана жұмыртқа қосамыз, және шай қасықтың жартысынан қопсытқыш және шай қасықтың жартысынан ванильный сахар қосып, шанышқымен жақсылап араластырамыз. Қамырдың басы біріккеннен кейін қолмен жақсылап елеп, тоңазытқышқа 15 минутта қамырымызды демалдырып қоямыз. Ал келесі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Сол үшін бізге 400 грамм қаймақ керек болады. Майлылығы маңызды емес. Мендегі қаймақ 15%, және 4 дана жұмыртқамыз қосамыз, өлшеніп алған шекерімізді қосамыз, және ванильный сахар қосып жақсылап араластырып аламыз. Және кішкентай ыдысқа ас бояғышыңызды дайындап алып, оған салмамыздан 2-3 ас қасықтай қосып жақсылап араластырып аламыз. Дәл осы бояғышпен біздің сметаниктің бетіне жүрекшелер жасайтын боламыз. Ал енді формамызды алып, пергамент қағазын орналастырып, қамырымызды форманың ішіне жайғастырып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңызда менің қамырым дайын болды. Енді ортасына салмасын құйып шығатын боламыз. Ал енді жүрекшелерімізді жасап шығамыз. Ол үшін дәл видеодағыдай шприцпен біз салмамызды құйып, дәл осындай дөңгелекшелер жасап шығамыз. Кейін соңынан таяқшамен сызып, жүрекшені суретін салып шығатын боламыз. Жүрекшелеріміз дайын болғаннан кейін қызып тұрған пеште пирогымызды 180 градуста жарты сағатта пісіретін боламыз. Міне көріп тұрғандарыңызда менің пирогым пісіп шықты. Формадан толыққанды суығаннан кейін аламыз. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецептермен бөлісетін боламын. Видеом соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.